енді мейрам деген керісінше былай адамдарға скидка қылып, наоборот, мейрам сезіну керек шығар, мынандай қымбатшылықпен емес деп ойлайтынмын. Сол нәрсе өкінішке орай қазір құрбан айтқа да өтіп кетті да, саудагерлер дәл осы сезонды күтіп отыр қазір көбісі. Қазір қойын басын ұстап отыр, сатпай. Ертең құрбан айт 2 есе сатамын дейді. 3 есе сатамын дейді. Сат жарайды. Сатта келеткен шығарсың. Бірақ бір нәрсе айтқым келеді, онымен береке таппайды адамдар. Өйткені ол адамдардың мұқтаждығын пайдаланып, адамдар байлыққа қол жеткізсе, ол баракат болмайды деген ол жерде ғалымдар. Ол берекелі болмайды. Керісінше Құдай сақтасын, біреу налым кетуі мүмкін ана жерде. Тесіп шықсын да ақша сенен. Не нәрсе мынау? Кеше ғана 50 мың деп тұрғанда 80 мың теңге, 30 мың қымбаттап кетті ме не? Одан кейін 30 мың теңге мен дастархан жайып, кішкене былай ас берем ба деп ойлаймын халыққа. Не қымбат болып кетті деп налым кетеді де біреу. Мә алшы ақшаңды деп. А бірақ ол саудагерлер де ойлау керек та, оны өздері сатып алып ет қылып жейін деп жатқан жоқ қой. Мысалы халық не істейді? Таратады, үлестіреді. Отбасыларға, мұқтаж жандарға үлестіріліп барынша қайырымдылық жасайды да адамдар. Ол адамды өз жерде саудагерді ойлау керек та. Адамдар сондай ақшасын Құдай үшін 50 мың теңгесін шығарып, Құдай жолында таратайын деп жатыр. А мені неге осыған 10 мың теңге қоспасқа? Әдетте 50 мың теңге сатып жатқан болса, 40 мың теңгеге скидка жасап бер. Бауырым, негізі әдетте 50 мыңға сатып жатқанбыз бұны. Бірақ құрбан айттың құрметіне мен сен 40 мыңға берем, бауырым. Или 40 мыңға сатқанда 30 мыңға берем, бауырым. Әдетте негізі мынанша ет десе, енді сол енді құрбан шалынады ғой ертең. Ол етті біреу жейді. Бір мұқтаж барып, бала шағасымен бір риза болып, сорпасын ішіп жейді. Сол адамдар арғы тағы қандай ізгі амалдар жасайды, соның басында саудагерді үлескер болады да саудаға. Саудачасың дейді ғой. Яғни адамдар күнәға үлескер болмау керек, сауапқа үлескер болу керек.